жаңа енді жұмақ ананың аяғының астында дейді ғой, ананың аяғының астында дейтін себебі ең бірінші біздің міндетіміз міне балдарымызға әдемі әкені жасап беру. Иә, ең бірінші. Екінші біздің міндетіміз ана ретінде біздің күйеуіміз өзінің әке шешесінен бата алып қалу керек тірі кезінде. Еңсесін көтеріп жүріп, мен әкемін деп немерені алдына ұстап отырып, күйеу баласының алдында, құда-құдағайлардың алдында тік отыруға біз 99% жұмыс жасауымыз керек. Ал егер сол болмаса, мына Тұрмағамбет атамыздың 2-ақ қана шумағы бар. Ең бірінші баласына қатты ренжіген кезде, 5 минут, 5 минут. Баласына қатты ренжіген кезде, баласына былай деп айтқан: "Ей балам, қарамай кетсең анаға, қаларсың босқа табаға, әкенің көңілін қалдырған баланың жолы болама" деген екі көзі жасқа толып отырып. Бесік тербетіп отырған келініне қарап: "Ененің сағын сындырған келіннің бағы жанама, келінді кейін сорлатар, өзіңнен туған балада" деп қабағымен бесікті көрсеткен кезде келіні еңбектеп келіп кешірім сұраған. Міне ол келін неге еңбектеп тұр? Менің балам ертең ауру болмасын, қосақ арасына бос кетпесін, ол сотталып кетіп мен түрмеде тамақ тасып жүрмейін деп еңкейіп жатыр. Біздің ата мен ененің батасы бірінші орында тұр. Біз сол тірі кезінде ата ененің батасын алатындай күйеуімізге жағдай жасауымыз керек. Сол үшін жұмақ беріліп тұр. Оны істеу өте қиын емес. Бірақ қазір жастар соны ең қиын жұмыс дейді. Жоқ, бара бер, алақаның жайда сол батаны міне балаңа алып беріп кет. Сол кезде Құдайдың алдында да ұялмай тұрасың ғой. Осыны үйдегі ана айтпағаннан кейін келген жерінде ене айтқысы келеді, бірақ оны келіндер басқаша қабылдайды. Маған сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, мен төмендетіп жатыр, мен сөйтіп қалдым, мен кеміп қалдым деп. Ал осы нәрсе айтылу керек, және ол ұрпақтан ұрпаққа таралып, осы өзіміздің салт дәстүріміз бұзылмау керек. Сол кезде біздің аналарымыздың мәртебесі, асыл әже деген атымыз бар ғой. Қандай ғұламалардың бәрі әжелерін, әкелерін де ғой, бірақ әжелеріне кәдімгі риза болып ән жазып кеткен. Өткен сол асыл әжелері оны әкеде қылған, биікте қылған, мықтыда қылған, қолынан келмей тұрған нәрсені сен келеді деп кәдімгі астына кәдімгі әдемі биік таудың тасын қойып отырған. Мен құламаған жерден сен де құламайсың деп.